балалар, сабағымызды бастамас бұрын бірінші психологиялық ахуалды салайық, иә? Мен бүгінгі сабаққа психологиялық ахуал, мен қандай адаммын деген психологиялық ахуалды сіздерге бір келесі береміз. Ал бастайық. Қайсымыз бастайық? Ал ерсін бастайық. Қаттырақ айт. Мен реформаны тартпаймын. Мен бердім, бірақ тез ашыламын. Жақсы. Мен ашыламын, бірақ аз ойламын. Жақсы. Мен жауапкершілікті адаммын, бірақ стресс көп. Жақсы. Мен өте ақкөңіл адаммын, және де мен емшекпін. Жақсы. Мен мейірімді адаммын, бірақ та мен көбінесе ашуланып кетемін. Жақсы. Мен еріншекпін, бірақ бір ісімді соңына дейін жеткіземін. Жақсы. Мен еңбекқормын, бірақ баяуламын. Жақсы. Мен мейірімдімін, бірақ емшекпін. Мен Арғарай. ақылдымын, бірақ тез ашуламын. Алина. Мен ақылдымын, бірақ емшекпін. Арғарай. Мен ақылдымын, бірақ тыныш. Жақсы. Келесі, Ержан. Мен ақылдымын, бірақ Тезірек. Қандайсың? Сен өзіңді ғана білесің бе? Қандайсың? Мен ақылдымын, бірақ қандай есте сақтаймын. Бірден есте сақтай алмаймыз, иә? Жақсы. Келесі. Айзада. Тезірек? Тез ашылмасын, иә? Жақсы. Ал келесі бізде Жанат, иә? Мен бастаған ісімді соңға дейін жасаймын, бірақ Еріншексің, иә? Енді Ануар қалды. Мен мейірімдімін, бірақ тез ашуланамын. Жақсы. Ал біз сабаққа психологиялық ахуал бізде әркім өз-өзіне қандай берді? Мінездеме берді, өзінің қандай екенін көрсетті. Ондай болса, топқа отырамыз. Жоқ, топқа емес, былай істейміз. Мына жерде бәріміз отыра қалайық. Әртүрлі топқа отырайық, барлығымыз. Сол топтарға оюлар жатыр. Осы оюлардың артында сандар көрсетілген. Сол сандарды аламыз да топқа бөлініп отыра қалайық. Бірінші топ ана тобы, екінші топ ақыл тобы, үшінші топ әке тобы. Ал топқа бөлініп отыра қалайық. Алып па? Сандарды көрдік пе? Жақсы. Класста кім кезекші? Бүгін ақпанның 26-сы, сыныпта 2 бала жоқ. Амангелдина Мерей және де Рамазанова Жұлдыз екеуі. Жақсы. Үйге қандай тапсырма берілді? Кім айтады? Нұрсезім. Мұқағали Мақатаев факультетіне байланыс. Толық оқып келіп қалдар, иә? Жақсы. Енді барлығымыз базарымызда экран қалдырайық. Бүгінгі сабақтың мақсатын мен таныстырып өтсем сендерді. Бүгінгі сабақтың мақсаты, бауырым, автор бейнесіне, поэма кейіпкерлеріне мінездеме беру. Әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін анықтау. Шығармадағы көркемдегіш құралдардың қолданысын талдай отырып, автор стиліне анықтау. Осы мақсаттарды сабақтың өн бойында топты жеке жұмыстар арқылы жүзеге асырамыз. Ондай болса, бірінші үй тапсырмасын есіңізге түсіріп алайық. Кездейсоқ дөңгелек әдісі арқылы үй тапсырмасын қазір сұрақтарға жауап береміз. Әрбір топтан қол көтереміз, үй тапсырмасы, аққулардың таңы қайырмасы. Шағып. Амина, жауап береміз отыр. Жылқышы қарттың ақылға кезеңдерде ырым жасап, тым құрса саусағыңды қанаттың ба деген сөзі нені білдіреді. Жылқышының айтып тұрған сөзі қазақтың ежелгі дәстүрі. Баяғы заманнан бастап, аңды өлтірмес бұрын, тіпті оған саусақ ұшын тигізбес бұрын бір ырым жасап қана қолдарын тигізген болатын. Ал оның ырым жасамауы бұл өте үлкен күнә. Жақсы, Амина өте жақсы жауап берді. Жақсы, келесі сұраққа кім шығам деп отыр? Бұл үй тапсырмасы бойынша ой түрткі сұрақтарымен болады. Келесі тезірек болады. Ана тобынан әке тобына шықсын. Ал, біз ана шығады.
Рахим Акатаев аққулар ұйықтағанда деп атаған себебі ол көлді аққулар өздері тыныштықты және де пәктікті білдіретін болғандықтан ол жерде оларды аққулар ұйықтағанда деп атаған болатын. Жақсы. Келесі ана тобынан шықса сұраққа Нұрсезім. Бұл шешімге келу анаға оңай түсті ме? Жоқ, бұл шешімге келу анаға оңай түскен жоқ. Себебі ол қазақтың келі деп санаған аққу құсын атты, және де осы атқаннан кейін ол өзін қылмыс жасағандай сезінді. Жақсы. Келесі аққу тобынан Ануар. Екі. Ақынның алғашқы өлеңдері. Ақынның алғашқы өлеңдері 1940 жылы жазылған. Ол ақынның алғашқы өлеңдері қайран және де қарасазым өлеңдері болып табылады. Жауап дұрыс па? Жауап дұрыс емес. Кім жауап берді бұл сұраққа? Алғашқы өлеңдері. Біз өмірбаян өткен боламыз. Жақсы. Келесі аққу тобынан шықты, келесі әке тобынан шықты. Аққулар ұйықтағанда поэмасында көздің аты жетім өлі. Жақсы. Кезек шамыз, үй тапсырмасын шам деп отыр. Шығармалары Бірақ та олардың ішінде қош махаббат, өмірдастың атты прозалық кітаптары бар. Өте жақсы. Жақсы. Отыра жанды Амина тоқтарды. Келесі сұраққа шығады. Ана тобынан шығады. Тезірек қимылдайық балалар. Кім жауап бермей отыр? Асқар шықсын. Асқар тезірек. Сұрақты оқиды. Мұқағалидың туған жері. Ол Мұқағали Мақатаев Райымбек ауылында дүниеге келген. Алматы облысы. Қалай? Толық жауап керек. Райымбек ауылы емес қой? Асқардың жауабы толық емес, Ануар тоқтады. Мұқағалидың туған жері Алматы қаласы Райымбек ауданы. Алматы облысы. Алматы облысы Райымбек ауданы Қарасаз ауылында дүниеге келген. Жақсы. Ануар тоқтады сұраққа. Келесі тоғынай. Әке тобынан шығады. Бұл шешімді ана қалай келді? Ол баласын емдеу үшін аққуды атуға бой болды. Емдеп шешім қабылдайды. Шешім қабылдайды. Жақсы, тоқтырайық. Тез қай тоқтан тоқтыр жүр? Қай тоқтан? Жалғыз Саминаны тоқтырайық. Нұрсезім тоқтыршы. Үнемі әділі жауап беріп отыр. Бұл ана шешімге қалай келді? Бұл ана бұл шешімге өте қатты ойланып шешімге келді. Себебі аққу ол қазақтың ең киелі құсы болып табылады. Егерде ол аққуды атса ол күнә болып табылады. Сол себепті де ол Не үшін шешімге қалай келді? ең ақырында да ол аққуды атуға келді. Себебі ана үшін ең бастысы ол өзінің баласы. Жалғыз оның тағдыры, Тағдыры. тағдыры үшін шешімге келді. Жақсы, отыра ғой. Келесі ал Амина. Аққу тобынан екі жауап беріп отырмыз. Өмірде қасиет пен қасірет туралы не білесің? Қасиет пен қасірет бұл бір-біріне қарама-қарсы ұғым болып табылады. Қасиет бұл табиғат немесе адам өмірінде болған ерекше бір құнды қасиеттер, тазалық, ар-ождан сияқты асыл қасиеттер жатады. Ал қасіретке адам немесе табиғатта болып жатқан қиындық пен ауыртпашылық қасірет деп аталады. Өте жақсы жауап толық. Келесі қай топтан шыққысы келеді? Ана тобынан Аружан шыққысы келіп отыр. Тезірек балалар. Әлі топтық жұмыс бар, жеке жұмыс бар. Аққуды атқан ана кінәлі Кінәлі ме? Аққуды атқан ана кінәлі емес деп ойлаймын.
бірақ та бұл шешімге ана өзінің сырқат баласын емдеу үшін амалсыздықтан, шарасыздықтан барды. Бұл жерде шарасыз ана, иә? Жақсы. Келесі, бірақ сұрақ қалды? Ал, Ризана. Аққулар ұйықтаған поэмасы 1874 жылы жарық көрген болатын. Жақсы, отыра ғой. Жауап толық. Біз балалар Аққулар ұйықтаған поэмасын толық ой түрткі сұрақтарымызбен есімізге түсіріп алдық. Енді сендермен келесі тапсырма бізде топтық жұмыс. Бірінші топқа, балалар, стоп кадр әдісі арқылы поэманың қысқаша мазмұнын жазамыз. Енді дескрипторға қараймыз, балалар. Дескриптор мәтіннен үзінділер келтіреміз, түйінді ой айтамыз. Бірінші, бұны стоп кадр әдісін мен бірінші топқа беремін. Бірінші топ. Топтық жұмыс. Екінші тапсырма балалар бізде. Екінші топқа Аққулар ұйықтағанда поэмасын сюжеттік композициялық талдау. Екінші топқа. Дескриптора жырның композициялық құрылымын анықтаймыз. Екінші топ. Не, сендерге берейін балалар. Сендерге берейін. Енді үшінші топқа мындай тапсырма берейін. Образат галереясы әдісі арқылы Аққулар ұйықтағанда поэмасында кейіпкерлерге мінездеме береміз. Дескрипторды қараймыз балалар. Кейіпкерлерге мінездеме береміз. Іс-әрекеттерін сипаттаймыз, адами қасиеттерін анықтаймыз поэманың бойынан. Жақсы. 6 минуттай уақыт берем. Осы уақытта топпен жұмыс жасаймыз балалар. Уақыт кетті балалар. Adımıza stiker var ya. Стоп кадрасы. Поэманы қысқаша мазмұны. Жақсы. Топпен бірге жұмыс жасаймыз. Ал саған мынандай тапсырма беремін. Осы жұмақ жазды, сол бойынша айтып бересің. Жақсы. Отырамыз да, содан кейін жақсы отырамыз. Балалар, сендерге бағалауды басында айтуды ұмытып кетіп бір. Олай бағалаудың түрі топ басшыларын сайлап алайықшы. Аки тобына топ басшысы кім болады? Ризананы сайлаймыз дейміз. Ризана болады. Екінші Аққу тобына топ басшысы кім болады? Кімді сайлайсыңдар? Амина болсын. Енді келесі Ана тобына топ басшысын кім сайлайсыңдар? Иә, Нұрсезім сайлаймыз. Енді топ басшылары топты міне алдарында топтық тапсырма бағалаймыз. Топ басшылары қағазға аты жөндерін жаз. Содан кейін алдарында оқ жатыр балалар. Осы оқта әркім қанша жауап берді, жауап берген бойынша оқты көтеріп отырамыз. Сол бойынша бағалаймыз. Сонда бұл әр оқушы өзін-өзі бағалау деген сөз. Топ басшылары бағалайды, мен бағалаймын, әр оқушы өзін-өзі оқ арқылы бағалайды. Бір тапсырманы орындап болған кезде балалар, міне, қараңдар, бір тапсырманы орындап болған кезде біреу көтереміз. Екі тапсырманы орындатып, екі сұраққа жауап бердік пе, екеу, үшеуге жауап бердік пе, үш. Міне, жәнегі ой түрткі сұрақтарына жауап берген кезде кім қанша сұраққа жауап берді, солай көтеріп қояды балалар. Әр оқушы өзінің жауабын көтереді. Ең соңынан киіз үйге бағалауымызды саламыз.
Сұрағанда таныс болыңыз. Çocuğu olsa da birini akşam sırasında ana bilmesini kadın çok görüyor. Ana bilmesini. Şimdi turşunuz olur mu? Bәріміз бір уақытта айтпаймыз бала. Жақсы. Бастаймыз. Сағыз. Бірге. Қай топтан бастайық? Қай топ болды? Ана тобы бастаймыз деп. Жақсы. Шығамыз. Бәріміз қаламдарымызды қойып, бір-бірімізді жауабымызды әрбір топтың жауабын тыңдаймыз. Тапсырмаларды айтыңдар. Стоп кадр әдісі арқылы поэманың қысқаша мазмұнын жазу. Жақсы. Аққулар асықпайтын сұлу жалп беріп жағаға көктан секілді қонбайтын ақ мүсінмен кербе жүзіп жүретін болған. Жетім көлде ежелден келе жатқан дәстүр айдын көлдің аққуын ауыртпаған. Тәуіп шалдың айтқаны аққу мен баланы аластаңдар. Айдынның аққулары ұйықтағанда өрген мал, өскен шырша абайлаған барлығы қасиетке қарайлаған. Тамыз жыған тамыз айының таңында болды аққу май. Ана мылтығын көздеп шырша қасында отырады. Жетім көлдің басында жылқы бағып қарт бақташы жүрген болатын. Мылтық дауысын естіп, құстарды атқан қандай қаныпезер екен деп барғанда, орамалды әйелді көріп таңданып қалады. Жылқышы қарттың айтқаны бәрі өтірік, үйіне қайт. Бұл істегені дұрыс болмады. Тым құрыса аққуға кезенерде ырым жасап, саусағыңды қанаттың ба? деп айтты. Ал ана болса былай жауап береді. Жылап тұрып жауап береді. Аққу айтқан оңбайды. Жақсы. Ана ат басын бұрып үйіне сескеніп қайтып бара жатқанда бір нәрсені сезгенде жаман кезі болады. Аққуды атқандығы бар ойы сырқат баласы еді. Үйіне келсе бала қаза болыпты. Ана сонда ғана қателігін түсініп есі кетеді. Аққуды өлтіргендегі соры осы екенін ұғады. Жақсы. Поэмада айтылатын эпилог аққулардың жетім көлге оралмағаны туралы. Олар тек тыныш жерде ғана ұйықтайды, шошып кетсе қайтадан оралмайды деген түйін жасайды. Жақсы. Сонда біздің тапсырмамыз стоп кадр әдісі арқылы қысқаша мазмұн толық мазмұндады. Ана тобы толық мазмұндады деп айтамын. Осы топта барлығымыз жауап бердік. Толық жауап берген оқушылар Амина, Аружан, Асқар біраз, Асқар толық тұрып басу, кішкене жұмыс жасауымыз керек толық. Поэманы толық оқымағанымыз көріп тұр. Жақсы, отырамыз. Поэманың қысқаша мазмұнын түсіндірген олар. Келесі тапсырма бізге. Келесі қай топ? Аққу тобы шыққысы келіп отыр. Ашығамыз.
композициялық талдау жаса. Оқиғаның басталуы. Жетім көлдің сұлу тамаша табиғаты. Таста тұнған жаңбырдың тамшысындай қалай біткен мына көл тау басына. Мөлдірейді, қарайды қарғашынға, жалғыздықтан жамандық бар ма сірә? Бұл оқиғаның басталуы, иә? Жақсы. Енді оқиғаны басталғаннан кейін оқиға не істейді? Байланысы болады. Келесі байланысы. Оқиғаның байланысы жетім көлге аққулардың келуі. Аққулар оралғанда, айдын көлдің иісі жоғалғанда, қанатынан аққудың балапандап, ән шыратын сымпылдап таң атарда. Келесі бізде оқиғаның дамуы. Сырқат бала мен ананың шарасынан шаршаған. Бала жатып төсекте албыраған, әкелер тірекеде қалжыраған. Ана түн күзетіп ана оттың қошанары шарасынан шаршаған жолдырған. Бұл оқиғаның дамуы. Жақсы. Енді оқиға дамыды. Ары қарай неме болады бізде? Оқиға енді шиеленседі. Ары қарай Сорлы ананың мылтығымен жетім көлге келеміз. Тұрсаңшы, таяу қалды, тықылды танатуға. Неткен жансың санасы жырланған. Мамаға теуіп шалдың айтқан сөзі ұмытылған кетіме санын. жақсы. Енді оқиғаның немесіне келдік? Шарттау шегіне келдік. Аққулар аққу мойын сүмбе қанат алаңсыз тарамдауда күнге қарап. Айдынның еркелігі білмей тұрман етермін тағдырымды кімге арнап. Жақсы, жаңа келесі Ержан оқиғаның шешімін айтады. Ақ төсекте ақпақ айдын, аққу бала жауабы аққуды Кеше гөр жаратқаным, баланың өлуі ананың өз қателігін түсінді. Ақ төсек ақпақ айдын аққу бала, жаралы аққу секілді жаттың бана. Мына жатқан жетім көл, мына аққуды өз қолыммен өлтірдім, аттым жана. Жоқ, мен емес, мен атпадым. Кеше гөр жаратқаным. Ғазиз ана ербеңдеп, екі қолы жиылған жұртқа қарап алақтады. Сонда шешімі неме болды? Сөзіме айтып кетеңізші. Оқиғаның шешімінде ана өз қателігін түсінді, аққуды атқанына өкініп қалды. Табиғатқа қастық жасауға, табиғатқа қатыгездік жасамау керек екенін ұғынды, бірақ ол өте кеш. Жақсы. Енді аққулар ұйықтағанда бізде үшінші тапсырма қалды. Бұл топтың тапсырмасы, барымыз бағалау өтейік. Екі топ қалай жауап берді? Ана тобы мен Аке тобы жақсы. Мен де өте жақсы деп бағалаймын. Жақсы. Арасында біраз толық айтпаған оқушылар болды. Ал жалпы алғанда композициялық талдауды жақсы талдады. Келесі. Аке тобы. Біз образдар галереясы арқылы Мұқағали Мақатаевтың «Аққулар ұйықтағанда» деген поэмасының кейіпкерлеріне мінездеме бердік. Ана ол мейірімді, қамқор, баласы үшін бәріне дайын жан. Ол ана жүрегінің шексіз махаббатын, бала үшін құрбандыққа баруға дайын екенін көрсетеді. Адымды жан екенін алған Топашылар бағалап отырмыз ғой, бұл? жалғыз ұлдан артық па жалған бәрі, балам өсе бақыттың керегіне, топан су басып кетсін қалғандары. Перзент сұрап несіне армандадың, құрысын аңсыз, сенің жанған бағың, мылтықты әкел, атты ерте жалған бәрі деген үзіндіден ананың қандай депрессияда екенін және батылдығын көруге болады. Апырай, қалай барам, атамның құсты қалай ғана. Айдынның аққулары ұйықтағанда, өрген мал өскен шырша абайлаған. Барлығы қасиетке қарайлаған,
қасиетке қалай ғана бармаймын, бара алмаймын, қалай барамын деген жолдарда әке намысшыл, адал, халық дәстүрін берік ұстанатыны көрсетіледі. Тәуіпшалық. Таяз ойлайды, мейірімсіз, аққу менен баланы аластан да деп кеңес берген еші. Мана күндіз Тәуіпшал не деп кетті? Әлде өтірік, әлде шын демеп кетті. Аққу менен баланы аластандар деді дағы жөнімен жөніп кетті. Жылқышы жылқы бағып жүрген адам, парасатты, ақылды, данышпан көпті көрген. Ол анаға ақыл айтып, оны дұрыс жолға қоюға тырысты. Жылқысының сөзі: «Ей, кімсің? Тірісіңде жаның бар ма? Аққуды неге атасың, арың бар ма? Тастанды қаруыңды келген бері кеуденде жаның бар ма?» Жақсы. Аққулар ұйықтағанда поэмасын мінездеме берді. Қай топ? Әке тобы. Енді қалған ана тобы мен аққу тобы бағалап жерек. Әке тобын. Жақсы. Бағалап қойғанымыз? Жақсы. Отырамыз, жауаптарымыз толық. Өте жақсы. Келесі тапсырма бізде. Балалар, өзіміз ұлтпен бағалап отырамыз. Топ басшыларын бағалайды, өзімізді бағалаймыз. Келесі тапсырма бізде жеке жұмыс. Кластер әдісі арқылы бірінші топ. Мұқағали Мақатаев туралы кластер отырамыз. Жеке, әркім жеке. Келесі екінші топ концептуалды кесте. Концептуалды кестені екінші топ қайсысы? Келесі бізде аққу тобына семантикалық карта толтырамыз. Үшінші шешпоғын әдісі арқылы көріп қаралдар, яғни тропын түзерін табамыз. Әркім жеке жұмыс аламыз. Ал, қай топ бастайды? Аққу тобы. Тапсырманың айына қойған. Ана күндіз Тәуіпшал не деп кетті? Бұл ананың сөзі. Жақсы. Бұны қалда кете ғой? Ананың бұл сөзі Тәуіпшалдың не деп айтқанын білмей, оның сөзі рас па, өтірік пе екенін білмей сұрақ қойып тұрған кезі. Жақсы. Келесі топта бірден қалда кетеді. Есім? Аққу мен баланы алыстанда ол Тәуіпшалдың сөзі. Тәуіпшалдың сөзі. Келесі дұрыс. Айнаның да жауабы дұрыс, Ерсінге жауабы дұрыс. Келесі Айзада. Зауыстарыңыз қаттырақ шығар, е? Әкем сөз дұрыс. Келесі Ануар. Жалғыз ұлдан артық па, жалған бәрі, бұл ананың сөзі. Жақсы, жауап. Аққу тобы тапсырманы толық орындады. Келесі әке тобы орындап жатыр. Келесі қалай? Бұл сұрақ алма? Бұл сұрақты кім оқиды? Ержан оқиды. Айтқансызды сізбе жаным бар ма деген бұл жылқышының сөзі. Жылқышының сөзі. Жақсы, отыра қой. Ержан, қайсыға кетесің? Ал оқи қой. Ержанға жауап жоқ, барлығын жауапты орындады. Жақсы. Келесі қай топ орындайды? Ана тобы. Жеке жұмысты жылдан жатамыз балар. Ал, болды. Нұрсезім. Оқи беремін. Кезбе. Мұқағали Мақатаев ол 1931 жылы 9 ақпанда Алматы облысы Райымбек ауданында дүниеге келген.
Ол білім жолынан ауыл мектебінде оқып, кейін Казмода және де Мәскеудегі әдебиет институтында білім алды. Жақсы. Келесі, Абжан, өте жақсы. Нұрсейін. Мұқағали Мақатаевтың тақырыптары махаббат, табиғат, өмір туралы. Жақсы. Аудармалары Шекспир, Данцев, Жақсы. Аудармада жасаған екен, келесі Асқар. Мұқағали Мақатаев Алматы облысы Райымбек ауданында Қарасаз ауылында дүниеге келген. Шығармалары Аққулар ұйықтағанда, Өмір өзен. Жақсы. Келесі Расул. Мұқағали Мақатаев 1931 жылы 9 ақпанда дүниеге келген. Алматы облысы қазіргі Райымбек ауданында Қарасаз ауылында дүниеге келген. Жақсы. Тағынетін керек. Жақсы, келесі Нұрсейін. Ол мұғалім, редактор, радио қызметкері, жазушылар одағында қызмет атқарған. Және Мұқағали Мақатаев 1976 жылы 27 наурызында 45 жасында дүниеден өткен. Бұл жеке жұмыс, әр оқушы өзінің шығармашылық қабілетін көрсетіп жатыр. Енді келесі тапсырма, ана тобы өз тапсырмаларын толық орындады, топта барлық оқушы жауап берді. Аққу тобында да барлық оқушы толық жауап берді жеке жұмысқа. Енді бізде Әке тобының жеке жұмысы қалды. Әке тобының жұмысы бізге көктеуіш құралдарға не жатады балалар? Тұрақты түрлер. Ал, кезірек. Кезірек етіп. Эпитет кейіптеу және де теңеу жатады. Эпитетке қасиетті құс, аққудың тазалығын киелігін білдіреді. Және де тұнық су табиғатты шынайы, табиғи қалпын сипаттайды. Кейіптеу көлді ұйықтап жататын тәрізді, көлді тірі жан секілді бейнелейді. Және де тағы біреуі аққу жылап тұрғандай. Аққудың қайғысын адаммен теңестіреді. Жақсы. Жақсы. Енді топ басшылары топты бағалап отырайық. Содан кейін әр оқушы өз-өзін жеке бағалаймыз. Сабағымыз соңына да келіп жатты. Сабақтың өн бойына композициялық талдауды талдадық. Мәтінге толық мазмұн, қысқаша мазмұн жаздық. Көріктеуіш құралдарды таптық, жеке топтық жұмыс жасадық. Енді бұдан поэманың негізгі идеясы не деп ойлайсыңдар қорытындылағанда балалар? Табиғаттағы нені сақтау керекпіз? Тепе теңдікті сақтау керекпіз. Қасиет пен қасірет поэманың негізгі идеясы. Қасиет пен қасірет дегенді қалай түсінеміз балалар? Қорытындылайық. Қасиет дегеніміз не, қасірет дегеніміз не? Поэманың өн бойынан қалай көрінеді қасиет пен қасірет? Нұрсезім? Қасиет пен қасірет ол адам өміріндегі екі түрлі ұғым болып табылады. Қасиет ол адам бойындағы жақсы қасиеттер, адамгершілік, рухани тазалық болып табылады. Ал қасірет ол адамның қиыншылықтары және де асаттылығы. Жақсы, Нұрсезімнің жауабы дұрыс. Келесі, мына топтан қалай түсінеміз? Поэманың бойындағы тепе-теңдікті қалай сақтау керекпіз? Табиғат ана егіз дейміз. Табиғат пен ана егіз деген ұғымды қалай түсінесіңдер? Сендер жауап беріңдерші. Екеуі егіз. Қалай түсінеміз? Айта ғой. Табиғат пен ана ол егіз ұғым болып табылады. Себебі табиғатты ол көптеген жануарлардың анасы ретінде өзін сол жануарлар әрқашанда біз адам табиғаттың перзенті болса, ал табиғат ол біздің перзентіміз болып табылады. Біз оны қорғауымыз керек. Иә, біз оны қорғауымыз керек. Әрқашанда оны қорғап, экологикалық жағын дұрыстап, поэманы талдау арқылы біз нені түсіндік? Табиғатты аябай білуіміз керек, сақтай білуіміз керек. Біз табиғаттың бір бөлшегі екенін түсіндік, балалар. Поэманы талдау арқылы біз неге жеттік? Табиғаттың адам баласы табиғаттың бір бөлшегі екенін түсіндік. Жақсы. Енді келесі бәріміз кері байланыс жасайық. Кері байланыс бізде рефлексия. 3, 2, 1 әдісі. Тақтаға қараймыз. 3 маңызды мәселе, 2 жаңалық бар, бір қорытынды түрін айтамыз. Жақсы. 3 маңызды, поэманың өн бойына 3 маңызды мәселе қойды. Ал, Айнұр. Табиғат пен адам арасындағы үндестіктің бұзылуы бұл үлкен трагедияға алып келеді. Және де ана мен бала арасындағы махаббаттың шексіз болуы да бұл өте бір ғажап деп айтуға болады. Бірақ та бұл үлкен бір ауыр жағдайға алып келген болатын.
киелі аққуды өлтіру бұл сол көлдегі қасиетті де тепе теңдіктің де бұзылуына алып келген болатын. Жақсы. Екі жаңа ақпаратты кім айтады? Нұрсезім айта ғой. Сабақта екі жаңа қандай ақпарат алды? Аққу ол қасиетті құс және де ол тыныштық пен тазалықтың символы ретінде Символ екенін білдік. Ал екіншісі ол ана аққуды атқаннан кейін өзінің қатесін түсінеді және де өзін Ананың балаға деген махаббатын білдік. Аса үлкен, аса күшті махаббатын білдік. Бұл поэманың өн бойынан осыны білу арқылы біз нені түсіндік? Махаббат арқылы, ананың махаббат, өзінің қатесін түсінген кезде, оның кеш екенін білдің. Сонда біз өмірде қателік жасамау керек екенімізді ұқтық. Сендерге берілетін тәрбиелік мағынасы қандай? Өмірде табиғатты не істеуіміз керек? Аялауымыз керек, бағалауымыз керек, қастерлеуіміз керек. Біз табиғаттың бөлшегі екенін түсіндік. Жақсы. Келесі қорытынды түйін. Бір оқушы қорытынды түйін айтсын. Ал, мына топтан қайсымыз айтамыз? Қайсымыз? Аружан, бір қорытынды түйін айтшы. табиғат ананы аялау керек. Жақсы. Тағы қорытынды түйін. Бұл болды. бұл поэмада табиғат пен адам арасындағы нәзіктік байланысты айқындайды. Мұқағали Мақатаев аққудың бейнесі арқылы оның пәктігі мен нәзіктігін және киелі құс екенін суреттейді. Және ананың балаға деген махаббатының шексіздік екенін білдіреді поэма. Жақсы. Сонда барлығымыздың анамыз бұл өмірмен байланысты шығарма екен балалар. Келесі жан. Аққулар ұйықтағанда поэмасы ол табиғатқа қарсы шықпау керектігін айтады. Жақсы. Екі бір әдіс арқылы біз рефлексия кері байланысып бердік. Енді топ басшылар топты бағалап кетейік, содан кейін әркім өз-өзін бағалайық. Ал тез қай топтан бастайық? Ана топтан бастайық. Ал айта топты қалай бағалады? Топты мен балдарын айт. Алимжанов Асқар. Отыр айтайын. Асқар. Алимжанов Асқар 8 балл. Рахатов Расул 7 балл. Болат Аружан 8 балл. Ахатжан Каусар 7 балл. Өзіне қандай балл қойдыңыз? Амангелдина Нұрсезім 8 балл. Жақсы. Ал енді өздерін 8 балл, Асқарға 7 балл, Расулға 7 балл, Нұрсезімге 9 балл қойып келеді. Жақсы. Келістік пе болады? Енді келесі аққу тобына. Анина жауап бере ғой. Алимжанов Ануар 8 балл, Мәткәрім Айзада 7 балл, Мұратқали Ержан 7 балл, Асқар Ерсін 8 балл, Асқар Жанат 7 балл, Жұмысова Анина 8 балл. Өздерін қалай бағаладыңдар, ешкім? Мен өзімді 7 балл. Келесі Ержан. 6 балл. Келесі 8 балл бағалады. Келесі 7 балл. Келесі 6. Ал енді мен сендердің бағалау мен топ басшысын бағалаудың үстінен өзін бағалау етейін. Айзадаға 7 балл, Ануарға 9 балл, жақсы жауап берді. Жанатқа 6 балл, толық жауап бере алмады. Нұрсезімге 9 балл, Аминаға 9 балл, Ержанға 8 балл, Ерсінге 7 балл қойды. Біраз басында жауап бере алмады, соның артынан жақсы жауап беріп кетті біраз сұрақтарына. Келісеміз бе? Жақсы. Келесі Арке тобы. Қалбекова Толғанай 8 балл, Үсметова Каусар 8 балл, Серханов Жан 8 балл, Сәбитқызы Әдемі 7 балл, Болатова Ризана 9 балл. Жақсы. Өзіңді қалай бағаладыңыз? Өзіңді? 7. Келесі Жан 8. 9. 8. Ал енді мен бағалап кетсем. Толғанай 8 балл, Әдемі 7 балл, Жан 9 балл, жақсы жауап берді. Ризана 9 балл, Каусар 9 балл, жақсы жауап берді. Енді бәріміз бағалап болсақ, ұлықтарымызды киіз үйге саламыз. Енді үй тапсырмасы. Поэмадан алған әсерлерімді баяндап, авторға хат жазамыз. Үй тапсырмасы. Сабақ аяқталды. Балалар, бос сіздер.